қалайсыңдар 80-ші жылғылар, 90-ші жылғылар және, ну ладно, 95, 97 еще более-менее, наверное, біздің поколение шығар. Біздің поколение бар ғой, анандай поколение ғой бір. Жан-жағына қарап жалтақтап қалған поколение. Почему? Біз кішкентай кезімізде әке-шешеміздің көңіліне қарап өстік. Қабағына қарап өстік та? Болады десе болады, болмайды десе болмайды, туған күнге барайыншы десе, бармайсың десе бармаймыз, барасың десе барады. Ки дегенді киесің, киме дегенді кимейсің, солай өстік, дұрыс па? Әке-шешеміздің көңіліне, қабағына қарап өстік. Енді өзіміз кәдімгідей міне, енді өстік, все, моя жизнь, сама знаю, что делаю деген кезде бала-шаға шықты. Қазір бала-шағаға бармайсың десе, ойбай, психологический травма, ойбай, кимейсің, у него должен быть свой выбор. Там, ну, много чего, я там запрет қойсаң, запрет қойға болмайды, қас наказание жасауға болмайды. Короче, қазір біз бала-шағамыздың көңіліне қарап жүретін болдық. Сонда 90-ші жылғы, 80-ші жылғы, там, мен білмеймін, 70-ші жылғы, 60-ші жылғы кісілер қалай өмір сүрген, бірақ олар әке-шесінің көңіліне қараса да, олар уже өз бала-шағасының көңіліне қараған жоқ, олар біздің көңілімізге. Біз 60-70-ші жылғылардың балаларымыз ғой, олар біздің көңілімізге қараған жоқ қой. А біз қазір, получается, кішкентай кезімізде мамамыздың көңіліне қарадық, үлкен болған кезде қазір бала-шағаның көңіліне қараймыз. Баланы ренжітіп алмау керек. Детский травма болады.